Жылғы көз-қыс маусымында электр энергиясы һәм табиғи газ бағалары көтерілмейді. Хапте басында болса, бізді суық ауа райы һәм қар күтіп тұрған болуы мүмкін. Өткен хаптеде болса, Өзбекстанның бірнеше орындарында қар жауды. Самарқандта ЮНЕСКОның бас конференциясының 43-ші сессиясы болып өтті. Ассалауму алейкум. Өткен хапте давамында болып өткен жаңалық һәм хош хабарларды жарытып барушы бұл Хош хабар каналы һәм бізде хапте дайджесті. Энергетика министрі Жорабек Мырзамахмудовтың мәлім етуінше, халық үшін электр энергиясы һәм табиғи газ бағалары осы жылдың күзгі қысқы маусымында көтерілмейді. Министрдің атап өтуінше, келесі жыл май айында тарифлер инфляция дәрежесінде индексленеді, яғни экономикалық өзгерістерге сәйкес түрде жаңаланады. 30 октябрь күні Самарқанд қаласында білімлендіру, ілім һәм мәдениет мәселелері бойынша бірлескен милләтлер шөлкемі, яғни ЮНЕСКОның бас конференциясының 43-ші сессиясы болып өтті. Онда президент Шавкат Мирзиёев сессияның ашылу мәресіміне қатнасу үшін Самарқандқа барды һәм сапар Имам Бухари мақбарасын зиярат етуден басланды. Соң Хазіреті Хызыр комплексінде де болып, еліміздің бірінші президенті Ислам Каримов мақбарасына гүл қойды. Сондай-ақ ЮНЕСКО бас конференциясының 43-ші сессиясы шеңберінде Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев һәм Словакия Республикасы президенті Петер Пелегрини өзара сөйлесу өткерді. Сол менен бірге Шавкат Мирзиёев ЮНЕСКО бас директоры Одри Азупеменен де ұшырасу өткерді. Мемлекет басшысы оны пән, тәлім, мәдениет һәм ғалаба хабар құралдары тарауларындағы шеріклікке қосқан үлесі һәм мәдени мирасты асырау басламаларына көрсеткен қолдап-қуатлау үшін достық орденіменен сыйлықтады. Саида Мирзиёева бұл ұшырасуда қатнасып, сыйлықты Өзбекстан һәм ЮНЕСКО арасындағы достық һәм сенім символы ретінде атады. Оғада тығыз уақыт ішінде бірнеше рәсми ұшырасулар һәм үлкен жауапкершіліклі іләжлар Самарқандта осы тәрізде жұмақланды. Қарақалпақстанда үйін сатып қызын емлетпекші болған хаялдың перзенті Бейпул емленді. Қарақалпақсталы Арай Орынбаеваның перзенті Айгерім Қожанова 1 жасында жүрек барогыменен науқасланған. Арадан уақыт өтіп, шпакерлер қыздың жүрегінде тесік үлкейіп атырғанлығын анықлаған. Бұндан соң ана перзентін емлету мақсатында үйінде сатпақшы болған. Бірақ жақылар арқалы Қарақалпақстан медицина институты клиникасында Ташкент қаласынан келген Қанике шпакерлер балаларды Бейпул емлеп атырғанлығы хақында естіп, қызын осы жерге алып келген. Қызым операциядан жақсы шықты, жүрегіндегі тесік лазер жәрдемінде жабылғанын айтты, дейді ана. Жылыту маусымында табиғи газдан пайдалану бойынша базалық норма 5 есеге арттырылады, 500 куб метр.
Ноябрь-февраль айларында har bir ай үшін 500 куб метрге шекем, март-октябрь айларында болса har ай үшін 100 куб метрге шекем базалық норма белгіленген. Күз-қыс маусымында табиғи газден пайдалану жоғары болғанлығы себеплі Қарақалпақстан Республикасы һәм Хорезм уалаятында октябрь-февраль айларында бір айлық базалық норма 500 куб метрге әмел етеді. Сондай-ақ президент қарары тикарында мұтаж шаңырақларға пайдаланылған электр энергиясы һәм табиғи газ үшін мемлекет тарапынан har айда компенсация беріледі. Компенсация муғдары электр энергиясы үшін айына базалық нормадан артық 200 киловатт сағаттан кейінгі 100 киловатт сағатқа шекем, табиғи газ үшін қыс айларында 250 метрге шекем, басқа айларда 150 куб метрге шекем базалық нормадан артық пайдаланылмаған бөлігі үшін компенсация беріледі. Алдын компенсациялар тек қана қыс айларында әмел еткен болса, енді жыл дауамында har айда берілмекте. Сондай-ақ 2025-2026 жылғы жылыту маусымы үшін ноябрь айында har bir мұтаж шаңыраққа 1 миллион сомнан материалдық жәрдем ажыратылады. Спорт тарауында да өткен хапте үлкен жетістіктерге ерістік. Бахрейн 2025 Өзбекстан бір күнде 22 медальді қолға кіргізді. Кешегі күн Бахрейнде өтіп атырған 3-ші Азия жастар ойындарында Өзбекстан делегациясы үшін хақиқи тарихи күн болды. Спортшыларымыз 13 алтын, 6 күміс һәм 3 бронза, жамы 22 медальді қолға кіргізді. Бұл нәтиже жас спортшыларымыздың күші һәм жеңіске болған сенімін және бір мәрте дәлелдеді. НОКС мемлекеттік педагогикалық институты қаржы һәм экономика ісері бойынша проректор тағайындалды. Султан Суюнов Болат Абатович Ажинияз атындағы НОКС мемлекеттік педагогикалық институты қаржы һәм экономика ісері бойынша проректоры лауазымына тағайындалды. Мағлұмат үшін Болат Султан Суюнов тағайындалуға шекем Тахиатас районы қазынашылық қызметі бөлімінің басшылығы лауазымында жұмыс істеген. Өткен хапте дауамында болып өткен жаңалықтар һәм хош хабарлар осылардан ібарат еді. Келесі хапте біз үшін де, сіз үшін де хош хабарларға толы болсын.